бір ай бойы күнде зімбір жесеңіз, ағзада не болады? Жалпы зімбірдің пайдалы екенін көпшілік біледі, бірақ оның ағзаға қаншалықты әсер ететінін бәрі біле бермейді. Дұрыс тамақтануды қолға алған адамдар әдетте рационын жемістермен және көкөністермен байытады да зімбір жайлы ұмытып кетеді. Бір ай бойы күнде зімбір жесеңіз, ағзада қандай өзгерістер болуы мүмкін? Бұл өсімдікті баяғыда түрлі ауруларды емдеу үшін медицинада кеңінен қолданған. Зімбірді жүйелі түрде жесеңіз, ол қандай ауруларға ем болады? Асқазан ішек жолы жағдайы жақсарады. Зімбір құрамындағы зеңгиберен оның ерекше дәміне жауап береді. Бұл зат ас қорытуға өте пайдалы. Зеңгиберен ферменттеу процесін табиғи ынталандырады. Зімбір сондай-ақ іш қату проблемаларын жояды. Жүрек айну кетеді. Зімбір құрамындағы гингерол жүрек айну және құсу секілді белгілермен күреседі. Зімбірді күнде жесеңіз, жүрек айнуыңыз кетуі керек. Холестерин деңгейі түседі. Зімбір диабетке қарсы және жаман холестерин деңгейін түсіреді. Ағзадағы қабыну жылдамырақ кетеді. Гингерол сондай-ақ ісінген буындарды азайтуға және басқа да қабынулармен күресуге көмектеседі. Сол үшін зімбір қабынуға қарсы әсерімен танымал. Бұлшықет ауруын азайтады. Зімбірдің құрамында шагаол деген зат бар. Бұл зат ауырсынуды басатын әсерге ие және қатерлі ісік, жүрек ауруларымен күресуде пайдаланылады. Оны күнде қолдану қол-аяқтағы ауырсынуды біртіндеп жеңілдетеді. Етеккір кезіндегі ауырсынуды азайтады. Зімбір етеккір кезіндегі ауырсынуды басуға көмектесетін дәріні алмастыра алады. Иммунитетті көтереді. Зімбірдің қабынуға қарсы әсері иммунды жүйеге әсер етіп, оны қатайтады. Сондықтан тұмау мерзімінде зімбір және лимон қосылған шай ішу ұсынылады. Күніне қанша зімбір жеуге болады? Күніне зімбірдің ұзындығы 1,5 см бөлігі жарайды. Оны ұсақтап турап, тамаққа немесе смузилерге қосуға болады. Сондай-ақ оны шайға қосып ішуге де болады.